Осы платформамен жұмыс істеу үшін біз Google-ға сократив деп жазамыз. Содан кейін сокративтің ішіне кіргеннен кейін, яғни мен тіркелгендіктен өз e-mail'ымды жазамын да, және паролімді жазып, ішіне кіремін. Ал тіркелмеген болсаңыздар, бесплатно тіркелу деген бар, соны тегін тіркелу, соған басасыздар. Одан кейін ары қарай паролін жазып, солай тіркелетін боласыздар. Енді ішіне кіргеннен кейін осындай жұмыстар ашылады, яғни бізде квиз деген сол ойын. Соның ішінде біз алдыңғы сабақта өткен ойынымыз бар. Мысалы 2 күн бұрын аяқта біз оң жақ шетін басып, перевести на казахский деп ауыстырып алайық тілді. Сол кезде түсінікті болатындай. Міне көріп тұрғандарыңыздай, вопросы случайно порядке деген бар, осыны басып қоямыз. Яғни әр оқушыға бір уақытта бірдей сұрақтарымыз, әртүрлі сұрақтар келеді, бір-біріне көшіріп алмау үшін. Одан кейін әр мынандай нелерге птичкаларын қойып шығайық. Ең соңында показать отчетный счет дегенді де басамыз. Одан кейін баркас дегенді басып, өзіміздің тестке көшеміз. Осылай кіргеннен кейін бізде оқушылардың аты жөндері шығады. Содан кейін приглашение студентов деген бар. Міне приглашение студентов дегеніміз тұр. Осыны басатын болсақ, бізге QR ашылады. Оқушылар телефондарын алып келіп, камераны қосады, QR-ды сканировать еткен кезде бірден тестке кіреді. Сол жаққа ат жөндерін жазғаннан кейін, ана жаққа оқушылардың аттары шығып, олар тесттерді орындай бастайды. Яғни бұл тестте бізде барлығы 20 сұрақ болса, 20 сұрақ осылай дұрыс болса жасыл, дұрыс емес болса қызыл болып жанып шыға береді. Осындай тестті құрастыру үшін біз ең басты бетке ораламыз. Яғни мына жақта баркас деген бізде басты бет, уже викторинаға кіргеннен жаңағы дайын викторина орнымыз. Енді құрастыру үшін библиотекаға кіреміз. Осының ішінде жаңа біздің құрған ойынымыз мына ішінде тұр. Енді добавить викторину дегенді басамыз. Сосын жаңа ойын ғой. Новый квиз деген басамыз. Осы жақтан осы жаққа аударылып тұр. Давайте мысалы мынаны таңдайтын болсақ, бұл жерде бізде дұрыс жауаптар шығады. Мысалы мына аяққа сұрағымызды жазамыз. Кез келген сұрағымызды жазамыз. Одан кейін аяққа дұрыс ответін жазамыз. Яғни бізде қандай дұрыс жауап. Соны птичка қойсақ осылай белгіленеді. Аяққа жазамыз. Бұлар дұрыс емес жауаптар. Егер де сіздерге сұрақ қосу керек болатын болса, добавить ответ дейсіздерді қоса бересіз. Кейбір жерде 2 жауабы дұрыс болатын болса, 2 птичка қойсаңыз, осы 2 жауап шығады. Және де бұған сонымен қоса сурет қоссақ болады. Аяқты бассақ, бізде сурет шығады. Кез келген сурет алып жүктей салайық. Мысалы алғаш сиялдардың суреттер шықты, естіп қоса береміз. Сосын сохранить и выйти деген бар, одан кейін птичка деген бар. Мына птичканы басатын болсақ, бізде бұл сұрақ сақталады. Ары қарай добавить вопрос, келесі сұраққа қосыла береміз. Сохранить выйти деп басатын болсақ, осымен сақталып қалады. Келесі бізде келесі түр правда или ложь деген бар. Оны бассақ, бізде true false ағылшында бар, осы истина немесе ложный деп шығады. Осы жаққа сұрағымызды жазамыз. Бұл сұрақ дұрыс немесе дұрыс емес екен. Мысалы, ложный болатын болса, мына жаққа дұрыс жауабы қандай, соны жазып қоямыз. Оқушылар тексеру үшін. Сөйтеміз деп птичканы басамыз. Келесі түрі бұл жерде мына жаққа біз сұрағымызды жазамыз. Жауабына оқушы, мысалы, мына жаққа қазақ хандығы деп жазып болсақ, қазақ хандығының алғашқы хандары дейік. Сол жақта правильно ответтенге Керей мен Жәнібек деп жазамыз. Осыны біз сақтап қоямыз. Яғни оқушыға бұл сұрақ жаңағы не болып келеді? Ұяшық болып келеді, яғни сұрақ тұрады. Одан кейін Керей мен Жәнібек деп олар өздері телефонда печатать етіп жазу керек болады. Сондай тапсырманың түрі бар.
Оны аяқтап болғаннан кейін осылай ары қарай құрастыра береміз. Қанша сұрақ керек, одан кейін сохранить и выйти батырмасын басамыз. Сол бізді викторинамыз міне құрастырылып тұр. Осыған кіреміз, одан кейін оқушыларға оны орындауға жібереміз. Яғни бұл жерден көріп тұрғандарыңыздай баркас дегенде басқаннан кейін квиз викторина шығады ғой. Соны басамыз. Соның ішінде жаңағы 35 секунд бұрын жасалған тапсырмамыз тұр. Осыған кіріп, мыналарға птичка қойып қойайық. Артынан тексерген кезде көрініп тұратындай. Баркас дегенді басамыз. Яғни біздің жаңа құрастырған 3 сұрағымыз приглашение друзей дегенді бассақ, аяқтан QR шығады, сол арқылы кіреді де жаңағы 3 тапсырманы орындай береді. Бірінші тапсырмамыз жаңағы сұрағымыз, екінші тапсырмамыз жаңағы правда или ложь басады. Үшінші тапсырмамызда мысалы мынандай қазақ хандығының алғашқы хандары кімдер, сол жаққа жазады. Показать ответы дегенді басқан кезде шығады. Скрыть ответы, показать ответы дегені бар. Осылай оқушыларға береміз. Осылай орындап оқушыларға беретін болсақ, бұл өте қызықты болады сабақта. Тест орындау мақсатында өте керемет платформалардың бірі.